Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте жеңіл жасалатын салаттың рецебімен бөлісемін. Арнама қош келдіңіздер. Ең алдымен жұмыртқамызды 4 бұрышты формада турап аламыз. Турап алғаннан кейін ыдысымызға саламыз да қиярды тура сондай 4 бұрышты формада турап шығамыз. Кубик дейміз ғой, кубик тәріздес қылдырып турап аламыз. Қиярымызды да ыдысымызға орналастырып саламыз. Ендігі кезекте консервідегі жүгеріні осылай салып, үстіне менде балықтың түрі. Мұнда горбуша балықты қоссаңыздар болады. Негізі кез келген балықты осылай шанышқының көмегімен езгіштеп аласыздар да қосасыздар. Бұл салаттың үстіне қосатын соусына кірсеміз. Яғни менде майонез, қара бұрыш, қыша, горчица. Шым-шым тұзды қосасыздар да осылай араластырып аласыздар. Енді салатымыздың үстіне қосып, жақсылап араластырып аламыз. Бұл салаттың атауы негізі жаздық салат түрі болып келеді. Өте керемет дәмді болып шығатын салаттың түрі. Жасап көрсеңіздер болады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Барлықтарыңызға астарыңыз дәмді болсын.